sizge benimle Ajengem ау? Ау, жаным, ерке бала. Таңнан бері не дейтеріңіз ау? Ой, қыстың қамын жаз ойлар деген, мінеде құрт жасап отырған осы үйдің күйінің тірлігі ғой. Солай енді. Жеңге осы сізмен ағаммен айтамысыз? Мә, ерке бала, сен де қозғадың ғой әңгімені. Ағаммен танысқанымыздың өзі бір ертегі сияқты. Мен сен сияқты жас болдым кезінде. Еңбек астық совхозында трактор механизатор болып жұмыс жасадым. Трактор жүргіздім. Ой, жеңге, трактор жүргіздіңіз бе? Әрине. Сен жеңгеңді осал деп ойлайсың ба? Мен трактор айдап, ағаммен сол жерде танысқаным бар. Екеуміз жұмыс жарасып, отау құрып, міне ағаммен отау құрғаныма 33 жыл болып қалды. Бақшы, маған да сізде қысмарым болса ғой, сізге бір бұйым-тайым бар еді. Айта ғой, ерке бала, сенің бұйым-тайыңды орындамасам, нешіне жеңеше болып жүрмін. Жеңеше байқап жүрген шығар, біздің көшенің шетіне көрші ауылдан бір отбасы қоныс аударып келіпті. Сол үйдің сол қызы бар, соған көзім түсіп жүр. Ой, ерке бала, манадан бері әңгіменің төресін айтшайшы, ағаңмен қалай таныстың деп әңгіме қозғап отырсаң, көрші қызға көзім түсіп жүр екен ғой. Бәрекелді, онда ерке бала былай жасайық. Қазақтың салтымен ерулік деген бар. Жаңа қоныс аударып келген адамдарға үй көрсетеміз. Сен жүгіріп барып, ол кісілерді ерулікке шақырып кел. Мен ас мәзір дайындап, асым дайындай берейін. Ой, алтын жеңгем, рахмет, сен болмасаң мен шақырып берейін. Шақырып кел ау, бара ғой балам, бара ғой. Ай, бәйбіше, дастарханды жайнатып қойыпсың ғой. Ой, отағасы, қош келдіңіз. Мына көршілерді ерулікке шақырып, барынша тездетіп дайындап отырғаным ғой. Ой, құрма-құр, ана көк бие қолынан айырып қалып, соны даладан барып қарап іздеп, тауып үйге қосып келіп жатқан жайы бар. Мә, отағасы, мал жан түгел болса болғаны ғой, аман жүрсе болғаны. Оның үстіне мына Батыстанды жарқыр келатыр, қарап отыр. Ассалаумағалейкум, көршілер. Алейкум ассалам. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Аман жан, аман ба? Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Рахмет. Арматтар. Арматшы, барсың ба? Қонақтарға қолдарына су қоя ғой. Ой, бақытты болыңыз. Ал төре. Жауабатыңыздар, қош келдіңіздер. Рахмет. Ай, өссіміне. Ал көршілер, қош келіп айтсыздар. Астан алып отырыңдар. Бәрекелді, рахмет. Қай жақтың думалары боларсыздар, қайғыдан боласыздар. Енді, бірінші мына қоныстарыңыз құтты болсын. Мынау енді біздің ауылымызға енді сонау қайда өмірінен қоныс аударып келіп жатырмыз. Есімнің қадірі болады. Мынау жанымда отырған бәйбішем Айша. Ар жағында кезген қызымыз Раушан. Енді мынау бәйбішеміз екеуміз 5 бала тәрбиелеп, онды яға қызды қияға қондырып, енді мынау кенже қызымыз Раушан жоғарғы оқу орнын бітіріп, мамандық иесі болып, мынау сіздің ауылыңызға енді маман болып келіп жатқаннан кейін осы келіп жатырмыз енді. Ауылдарыңыз жақсы әдемі екен, халқы осындай керемет қонақжай, жақсы ауыл екен. Сол енді, рахмет құрметтеріңізге. Руымыз Алаша. Рахмет, қош көріп жатырмыз. Рахмет көршілер. Мына ерулік деп
қонақ қылып есік көрсетеміз деп дастархан жайып жатқандарыңызға көп рахмет енді. Өте ризамыз. Рахмет. Иә, мынау салт дәстүр ғой, енді көшіп келген ауыл иесі ерулік көрсетіп, мынау шаңырақтарыңызда дәм таттырып жатсыздар, рахмет көп. Сол дәстүр бойынша енді бізде ерулікке қарулық, ертеңге амандық болса, біздің шаңырағымызға да келіп дәм татып, ерулікке қарулық деген дәстүр бар ғой, сол бойынша сіздерді қонаққа күтеміз. Енді рұқсат болса, ас жетсе мынау енді асқа үйімізге кейін қайтсақ дейміз, тағы да бір тілектеріміз бар еді. Қылатын сол енді рұқсат болса, асқа үйге қайтайық. Бәрі жақсы болды, көп рахмет. Бәрі жақсы болды. Рахмет. Енді бастарыңа амандық берсін, астарыңа адалдық берсін, ойлаған мақсаттарын орындалып, періште әумин дейсін. Қызым, сен мына көрші апаңа кішкене жинасып, көмектесіп сосын келерсің. Жақсы анашым. Ай бәйбіше, мен қонақтан шығарып салайын. Жақсы отағасы. Анжақтан суын да әзірлеп қонақтарға. Көршіңіз, манадан бері байлап отырмын. Сенің басың бос, керемет әпәсем қыз екенсің. Менің қайныма жарасып тұрғандайсың. Егер екеуіңізді таныстырып, жұптарыңызды жарастырсам қалай қарайсың? Мә көрші апа, қайныңызды қатты жақсы көретін сияқтысыз ғой, тіпті жеңге таяғыңызды жазып жатырсыз ғой. Мен тек таныстырсам, ар жағында өздеріңіз қарай жатасыздар ғой енді. Жақсы көрші апа, шаруа бітсе ме үйіме қайтайын. Рахмет көршіңіз, үй осы келіп тұр. Жақсы рахмет, сау болыңыз. Сау боламын. Қонақтар кетіп қалды ма? Кетті бала. Кетті қонақтар. Әй сен манағы қарағанда жүзің жадырап кетті ғой. Сізбен қалай сөйлесе алмайсыздар? Ерке бала, сен дегенде жан бар ма? Қызбен сөйлестім. Мінезі, керім, пиязы өзіме ұнады. Керемет қыз екен. Ал енді ерке бала, былай келсейік. Үйлену оңай, үй болу қиын деген. Мен жеңгейтайлығымды асырсам да, сен нақты ойыңды түйіндеп, бойыңды түзеп, еркелігіңді қойып, семья болам десең ғана, сол көрші қызға өзің батылдық танытарсың деп ойлаймын енді. Ой, жеңге, рахмет. Ай, жаным, ерке бала, аман жүрші осы сен. Айналайын, ерке бала, біздің қолымызды артып, келін сүріксі келіп жүр екен-ау. Тойымыз тойға басып, осы ерке баланың бір басы екеу болып, бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді ғой. Ерке баланың тойында, тойымыз тойға басып. Құрметтеріңіз болсын, Ақжайық ауылы.